Тағы бір кісі келді, тоже баласы игроман. Сканер жасасақ, сыған ер адам болған, өте жағдай жақсы, бай. Енді қарадық, бұл қалай ақша тауып отыр. Сөйтсе қолында 40 көшеде қайыр тілейтін қайыршы кішкентай балалар бар екен. 10 жасқа дейінгі, 12 жасқа дейінгі сондай. Ұлдарды қайыршы қылып ұстайды екен, бірақ ақшалардың бәрін жинап алады екен да, тек нан сондай береді екен. Оның ішінде бізде параллель келіп отты, сол жерде адамдарша. Сөйтсе ең қызығы бірге алып келген ғой, бір-бірін танымайды. Бірақ қайыр сұраған сол балалардың ішінде, сол жерде бұл кісімен бір-бірін танымайды, қатар келіп отқан адамдар бар. Просто бір нәрсе сұрауға келген, оказывается, сол балалар соның ішінде бар екен, бұрынғы воплощениясында. Бүйтіп жүрміз ғой бір-бірімізбен. Қыздарды жезөкшелікке салған. Кәдімгі жезөкшелікке аямай салып, бүкіл ақшаны ала берген, өзі байи берген. Қазіргі күні жаңағы игроман баласы, который бұның ақшасын алады да салып жібереді, сол баласы сол кезде өзі әбден қинап ақша тапқызған, жап-жас өрімдей жезөкшелікке салған қыз екен. Енді сол кезде жезөкше болып, бұған ақшаны әкеліп бере берді ғой. Ал қазір баласы игроман болып, сол ақшаны қалтасынан суырып жатыр. Карманың да өзінің контрактісі бар екен, белгілі бір мерзімде. Бұл кісіге айтқан, ұмытып қалдым. Осындай уақытта, кармаңыз өтеледі деп. Сосын күйеуіммен үлкен ұлымның арасында не нашар дейді, отношениялар нашар дейді. Қарасақ, үлкен ұлымен күйеуі бұрында егіз болған екен. Ал бұл кісі орталарына от салып, екеуін екі жаққа бөліп жіберген. Ал қазіргі күні контрактпен келген, екеуіңді татуластырамын, бастарыңды біріктіремін, не істесеңдер де мен шыдас берем деген контрактпен келген ғой. Соны түсіндіріп айтты. Сосын бір апай келді. Күйеуі көп жыл бойы ұрған, енді қазір қайтыс болған. Қанша жыл екен білмеймін, бірақ енді 20 жылдай ма, аямай ұратын дейді. Қазір енді үлкен өзі, денемнің барлығы қазір ауырып, содан шығар енді ауырып келгенім, ауырмайтын жерім жоқ деп сөйлейді. Енді неге ұрды ол? Марқұм болып кетті ғой, конечно, мен оны кешірдім, бірақ неге мені ұрды дейді да мына ел. Сөйтіп қарасақ, түрменің басшысы болған бұл кісі, жаңағы госслужащий болған ғой. Бірақ жазықсыз адамдарды жала жауып түрмеге қамай берген. Бір күні аяғы ауыр келіншек болады. Соған жазықсыз жаланы жауып көп жылға соттап жібереді. Ана әйел не істерін білмей шырылдап, жылап, менің ешқандай кінәм жоқ, неге үйттің деп жалынады, бірақ оны тыңдамайды. Сөйткен кезде баласы түсіп қалады. Ана баласы түсіп қан жоса болып жатқан кезде бұны қарғайды. Мынау біздің көз жасымыз сені жібермесін. Біз сені қарғаймыз дейді. Сол әйел мына күйеу болып келген ғой. Қаншама адамның несін жазықсыз түрмеге отырғызып, ұрып соғып білген істеген, соны күйеуі осы күні мына әйелге көрсетіп, карманың уақыты біткен кезде өмірден өтіп кетіп қалып тұр ғой. Қызық, апай қазір, по-моему, 65-те ма, сондайда. И соның жауабын біліп отыр. Мәссаған деп кетті. Күйеуін толығымен қабылдап, толығымен кешіру сол кезде келді бұл кісіге. Өткен өмірді білу негізді маңызды дейтініміз сондықтан. Қабылдау деген сөзді қабылдадым деп бүйтіп айта салу оңай, но жүрекпен қабылдау өте қиын ғой. Енді сізді 10 жыл бойы тиран күйеуіңіз ұрып келсе, қабылдадым деп қалай айтасыз? Кешірмей тұрасыз ғой. Ал ана түпкі жағын білген кезде сізді ішіңіздегі жіп бір босатып, толық қабылдау сол кезде болады. Түсінікті, мен сөйткен екем ғой, қабылдадым, кешірдім деген кезде араларыңыздағы карма үзіледі. Или ары қарай күйеуіңізбен әйбат болып кетесіз, уже жаңа адам болып, махаббат болып, бір-бірлеріңізге ғашық болып, или спокойно екі жаққа кетіп қаласыз. Өйткені жіп үзілді. Неше ғасырдан бері бүйтіп айналып кеткен. И мынау 2024-2025 кішкене ың-шыңсыз ажырасу көп болады деп жатқан сол. Кармалар үзіледі. Тағы да бүгін өңкей баласы игромандар келді айтпақшы. Оны мен сториске салдым,
бұл кісі неге сән үйіне келген ғой маған. Менде магазинді жапқызбай отырған, сол магазинге кішкене уақытым болмай жүр, вообще уақыт болмай жүр. Енді ол бір жолға қойылған жүріп жатыр бизнес, бірақ оның миссиясы бар деп сөйтті да. Магазин жұмыс істеп тұру керек деді. Оказывается, келу керек адамдарды сол бірінші магазинге алып келеді екен, содан кейін барып бізбен жүздестіреді екен. Барлық адам емес, келу керек, список бар жоғарғы әлемде, өздері сол адамдарды алып келеді. Мына кісі тоже магазинге іздеп келген, сөйтіп баласымен бірге келді. Проблемасы сол, баласы игроман, наркоман, уже білмеймін бет не істерімді. Қай жерге ақша қоям, тауып алады, бала алады да сала береді. Жаңағы телефоннан бар екен ғой ойындар. Сол нәрсеге сала береді дейді. Тығып та ұстай алмаймын. Неге маған бұндай бала берді деп сөйлейді. И күйеуім қайтыс болды. Енеммен тұрамын дейді. Бірақ енемді қабылдай алмаймын. Ол да мені қабылдай алмайды. Білмеймін, әйтеуір мені қабылдамайды деген запроспен келген. Сканер жасадық, бұл әйелді көрдік. Өткен өмірде ер адам болған. Кәдімгі білікті дәрігер ма, атақты дәрігер ма, сондай. Шетелде вообще, басқа елде. Сөйтетті балалардың органын сатумен айналысады. 17 баланың органын сатқан, ана балаларды неғып кетеді екен, ұрлап кетеді екен. Жаңағы связьдар, мафия ғой енді, связьдары бар. Әр елден баланы ұрлайды екен. Ұрлайды екенде ана балаға толық жағдай жасап қояды. Тамағын береді, киімін береді, витаминдер ішкізеді, чтобы органдар не болу үшін, тап-таза болу үшін. Себебі қымбат ақшаға сатады ғой. Мысалы, бір баланың жүрегі керек екен да, сол жүрегін алыпты да бір баланың, сатып жібергенде ана баланы суға лақтыра салған. Сол бала қазір енесі болып тұр, енесі болып келген. И енесінде әлі күнге дейін енесінде страх. Ана памятінде ДНК-сында тұр ғой страх. Келіні кірген кезде ана страх қосылады. Сол нәрсені бүгін үзгізді. Ал баланың игроман болып келгені, бұл енді айттым ғой, өткен өмірде өте бай, дәрігер болған, мафия болған, бәленбай баланың органдарын сатқан, баланың өзін сатқан, 5 баланы. Сөйтіп, азартына кіріп кетеді ғой. Сөйткен кезде өзінің мамасының сестренкасын, баласын ұрлайды. Ұрлап келе жатып, сол кезде уже не қосылады да, связь қосылады да, бұның артынан милиция қуады, полиция. Бұлар машинасынан түсе салады да, қашады. Бүкіл остров, бүкіл мемлекетте үйі бар, шіріген бай болады да, бірақ әлемдік розыскке беріледі. Бұл қашатта бір таудың үңгіріне барып тығылады, дымсыз. Вроде бәрі бар, байлық, ақша, бірақ жете алмайды. Ана үңгірден шықса ұстап алады бұны. Сол үңгірде ақыры жылан шағып өледі. И сол кезде түсінеді да, жылап отырып. Қаншама істедім, сонша күнәға баттым, еще ана байлықтың қызығын көрген жоқпын. Үңгірде аштан қатып отырғаным мынау дейді да. Сол кезде бұған сондай өкініш келеді. Машинаны жаңағы алып тастап қашты ғой, сол кезде машинаның ішінде контейнерде жаңағы өзінің туысқанының баласы болған екен. Туысқанның баласы болған, тұншығып өліп қалады ана жерде, уже ашқан кезде поздно болады. Сол тұншығып өлген бала қазіргі күні мынау бірге еріп келіп отырған игроман баласы сол бала. Қазіргі күні мынау әр баланың органын сатқан кездегі ақша бар емес пе? Соны осы игроман баласы мамасынан алып, бітіп беріп отыр, қайтарып отыр ана измеренияны жабу үшін. Сол үшін бұл кісі ақша табады, ана бала алады, мекқа береді, алады, табады, береді. Контрактыларының үзілуіне 3 ай қалған. Енді мысалы, басы қатып келген ғой, ақша табады бұл кісі, ақшаны баласы алып алады, жұмыс істемейді, просто жатады, все. Сонда не үшін келді бұл бала? Не істеймін енді, өз немді үйден талай қудым, не істеймін дейді. Сонда тәлімгерлер айтады, көрдің ғой не істегеніңді. Ол өмірің несі кармасы жабылған жоқ. Ана балалар ақысын сұрап тұр. Жандары жай таппай тұр, былайша айтқанда. Өлген адамға жаның жай тапсын деген сол екен ғой. Жаны жай тапқанда, өткен өмірдің несі жабылады да, жоғары қарай рухқа қосылып кетеді опыт. Ал жаны жай таппау, бағанағыдай өте қиын тағдырлар, жаны жай таппай қақысын сұрап тұрып алады. Өткен өмірде жаңағы бүлдірген нәрселеріңіз бар ғой, мысалы. Сондай жаны жай таппаған қақысын сұрап тұрғандар қазір біздің өлшемге қосылды. Мазалап жатқан солар. Пока оны түсініп, жаппай
біздің мынау немізге маза жоқ. Өткенде айтқаным сол, адамдарға кішкене қиындау болады. Себебі осындай нәрселер қосылып тұр, өткен өміріңізде бүлдірген нәрселер, жабылмаған нәрселер мазаңызды алып тұр. Екіншіден, мынау жердің вибрациясы көтеріліп, энергиясы прям ол физикалық денеңіз көтере алмай жатыр мына жақта. Ұйықтай бересіз, басыңыз ауырады. Еще мынау не информация поток страшно кетіп жатыр. Соны да оқып үлгеруіңіз керек, қабылдап үлгеруіңіз керек. Айналаңыздан келіп жатқан жаңағы қысымдар бар, ақшамен қысым бар. Все сразу болып жатыр, мен сіздерді жақсы түсінемін. Енді өтіп кетіңіздер. Қасиетті Құранда айтылған қыл көпір деген осы. Жаңағы отчет беретін сәтіміз осы, осыған дейін. Супермаркеттің ішінде зат алып жүрдік қой, білгенімізді істеп жүрдік болған дейін. Енді қазір кассаға келіп тұрмыз. Кассаға келіп, уже әрқайсысын бүйтіп есеп беріп жатырмыз. Міне мен мынаны жеген жоқпын, мынаны осы күйінде білдірмей алып келдім, мынаны бүйтіп дәмін көрдім, міне ақшасын төлеймін, міне деп қалтама ештеңе тыққан жоқпын деген сияқты. Ол супермаркетте де сондай ғой, бір нәрсені тығып алсаң, сен ұстап алып өтеуін өтетеді. Бұл әлемде ондай тегін деген нәрсе жоқ, әділетсіз деген нәрсе жоқ. Ең бастысы осыны түсініңіздер. Вообще әділетсіз деген жоқ. Қазір басыңызда болып жатқан қиындық ол әділетсіздіктен емес. Ол өте әділетті. И соны түсінуге тырыссын деп сіздерге бірдей сан көрсетіп жатыр. Жан жақтан түрлі белгілер беріп жатыр. Жерді жеке-жеке сілкінтіп жатыр сіз үшін. Қанша адам ұйықтамай жүр. Особенно Фейсбукта отыратындар. Азаннан кешкеден біреудің қақсына кіріп, біреудің сферасына кіріп сынап отырады ғой. Үйтіп қапты, бүйтіп қапты деп. Вот соларға жеке сілкініп жатыр жер. Оян деп. Солар жазады күнде. Қашан ұйықтаймыз, неге жер сілкіне береді деп. Мен түсініп отырам. Жер саған сілкініп отыр, айналайын деп айтқым келеді, бірақ ол түсінбейді, конечно. Ана тәлімгерлердің де қасында жыны келіп тұратындар сол не деген топас мынау түсінбейтін деп. Өзін зерттемейді, өзінен қашады да біреудің өзін өмірін айта береді, мыжып бүйтіп қапты, бүйтіп қапты деп. Ол өзінің сабағын өтіп жүр ғой бейшара. Әркім өзінің басымен проблема болып жүр ғой қазір. Сен өзің былғып жүріп, анаған барып еще қолыңды сұғасың да. Біреудің бақшасына барып, неге картошка егіп жатсың, неге картошкаң андай деп ше. Болмайды біреудің қақысына кіруге. Қазір тем более біреуді сынасаң, тура өзіңе екі есе қылып лақтырады. Қазір сондай энергияның моменті, энергияның уақыты кетіп тұр. Үлкен біздегі валюта кірген. Біздің үлкен валютамыз ақша емес, енді энергия. Сол себепті бұрынғыдай өзіңізді жертва қылып, құрбан қылуға не советую. Себебі энергияның уақыты оқшаулап жатқан сол. Сізді уже керек емес бұрынғы жаңағы кешіріңіздер, енді батпаққа отырған ортадан сізді бүйтіп суырып алып жатыр. Сәл бүйтіп жылт етіп бүйтіп түсініп келіп жатыр ма, сізді суырып алады да оңаша ұстайды. Араластырмайды ешкімге. Екіншіден, қызығушылығыңызды өшіріп тастайды. Дүниеге, тойға, кафеге, андай-мұндайларға қызығушылығыңызды өшіріп тастайды. Сіз только оңаша отырасыз, жаңағы эмоционалды тұрғыда качелядан өтесіз. Американский горкидан өтіп жатыр. Әр адам өтіп жатыр. Ал өткісі келмейтін рухтар, но ничего, олар отыра берсін батпағында. Олар жерге келген жас рухтар болуы мүмкін. Қазір бірінші кәрі рухтарды шайқап жатыр. Аямай шайқап жатыр. Себебі көш бастайтын сіздер кәрі рухтар. 10% көш бастағанда қалғандары ереді. Всегда сондай ғой. Қандай әскерде де алдыңғы көш қайда кетеді, артқы көш соған ілеседі. Алдыңғы толқынға кетеміз. Бірінші шайқап жатқан сол. Сіздердің опыттарыңыз көп. Ескі дәуірде де жаңағы былықтың бәрін жасаған сіздер. Жерге келе беріп неше түрлі былықтырған. Абсолютно бәрі келгендер біздер кәрі рухтар. Өткенде біреу кіріп кетті, просто бір жас рух. Бізбен кармасы бар екен де, просто Тараздан келіпті. Жаңағы бір түйін ба сондай тапқан ғой енді. Сөйтсе ана кісі деген деп кепті. Мен, по-моему, рак болам мен деп жылайды еңіріп. Бүйтіп қарап отырмыз. Оказывается, өткен өмірінде жетімдер үйінің несі заведующий болған. 157 баланы жылатқан. Сол жетім балалардың ішінде өзімізде бармыз біз. Қай өмір екенін білмеймін. Соны жаңа кешірім сұрату үшін алып қойған ғой. И сол жетімдер уже екі өлшем біріккен кезде қақысын сұрап тұр. Но бізге істемеген жоқ. Бәрін бірдеңен бүлдіреді, бізге жабады, бізді ұратын, соғатын деп сөйтіп тұр да. Қорқыныш ұялатып жатыр санасына бұның. Бұл қорқып бүйтіп отыр да, мен рактан өлем деп, денсаулығы аттай. Просто панический атака жіберіп тұр миынаш. Өзін айттық. Сіз енді өткен өмірде жаңағы 157 баланы қинағансыз ғой десек. Мен ба? Құдай сақтасын, мен мұғаліммін дейді. Өткен өмірде десек,
жоқ мен жетімдер үйін білмеймін деп. сонымен общем айтатын айтқызып шығарып салдық. енді қазір ол кісі түсініп көрсе түсініп жатыр ма білмеймін, бірақ түсініп келетін шығар. Кішкене андай жас рухтар сондай болады, түсінбейді. Түсініп қабылдап жатқандар көбі мына кәрі рухтар. Сіздер мына жер сілкінісінен кейін төбелеріңіздегі қазанды толық алды, енді толық қабылдау болады. Просто мынау не шайқайтын моменттер, жақындарыңызбен болатын кедергілер, сындар, эмоционалды тұрғыда түпкі себебі осыда екенін мен просто сіздерге қазір айтып отырмын, басқа адамдардың өмірі арқылы. Одан кейін мынандай өнер адамдарына қатысты. Өнер жалпы шабыт қайдан келеді? Шабыт жоғарғы әлемнен келеді. Құрманғазы, күйшілер, қобызшылар. Біз бұған дейін біздің аталарымыз, бабаларымыз шығарып кеткен күйлерді орындадық, әндерді халық әні деп орындадық. Ата бабамыз айтып кеткен деп нақыл сөздерді, жаңағы мақал мәтелдерді қолдандық. Өзімізден ештеңке жоқ, потому что пустой. Лақтық қой біз, жан. Жоғарғы әлеммен связь жоқ. Қалай біздің ДНК-мыз екі палкалы болып қалды, екі спиральда топас болып қалдық. Жоқ, связь жоқ. Даже кешегі күнге дейін сіз ойланып көріңізші, қандай күй шықты? Күй шыққан жоқ. Өлең біз тыңдап жүрген өлең емес, мына жақтан келген ештеңке жоқ. Аннан ұрлап, мыннан ұрлап, ана көрші елден ұрлап, дікс-дікс. Тек қана өнерді шабыт емес, өнерді ақша басты. Өнеріміз той өнері болды. Даусы бар адам, әнші болам деп келген горловой чакрасы ашық адам құлқынның қамын күйттеп кетті. Тойда адамдар қандай биге, қандай әуенге билейді деп қана жазатын болды. Ана жақтан связь жоқ. Осыған дейін солай есептеліп келді. Өзінің өнерін тойда алатын ақымен есептеп келді. Олар ерекше емес. Мына өзгеріс парламентте отырған, мына өзгеріс өнердегі, мына өзгеріс танымал адамдарға да әсер беріп отыр. Инстаграмдағы жылтыраған өмір өтірік. Осыны мен сіздерге точно айтам. Бәрін бітіп қарасаңыз, көкелерінде черная дыра. Галактика ол макрокосмос болса, сіздер микрокосмоссыздар. Галактиканың көшірмесіздер. Галактикада не бар? Барлығы сізде бар. Черная дыра бар ғой, қара құрдым жұтып қоятын, сіздің көкейіңізде. Қазір көп адамды осы мазалап жатыр. Черная дыра. Ақша бар, жанда ләззат жоқ, жанда рахат жоқ, тыныштық жоқ көкейде. Дүние бар, тыныштық жоқ. Байлық бар, тыныштық жоқ. Семьяң бар, тыныштық жоқ. Балаң бар, тыныштық жоқ. Бәрі бар, жетелге шығасың, тыныштық жоқ. Тыныштық жоқ. Танымалсың, тыныштық жоқ. Неге? Вот осындай мәселемен келіп жатыр. Енді өнер адамдары олармен енді уәде беріп қойғаннан кейін мен енді олардың аттарын айтпаймын, өздері дайын болған кезде инстаграмға өздері айтып сөйтіп жатыр. Бәрінде бір проблема, бәрі бар, тыныштық жоқ деп келеді. Кеше бір бұрыннан танитын қыз келді. Өнер жолындағы қыз, вроде айтады, альбом бәрі дайын тұр дейді. Шығарайын десем, мына көкейдегі бостық басып тастайды, депрессия, орнымнан тұрмаймын дейді. Бәрі дайын тұр, халыққа көмек беретін, халыққа бүйтіп тарататын өнерім дайын тұр. Шығарайын десем, мына пустой, мына жерде бостық уже жеп қойды дейді. Сканер жасадық, қарасақ, Құрманғазы ата келіп тұр. 21:12 сағатқа қарап отырмын да, зеркальный. Құрманғазы ата өзі кәдімгі таяғымен алып келіпті мына қызды. Мына жердегі специально бостық жасап тұр. Өткен өмірін көрсетіп жатыр, көп өмірінде өнерлі адам болып келген. Сонда Құрманғазының шәкірті болған. Енді кім екенін білмеймін, әйтеуір жас бала. Баланың мынандай бүйтіп жанып тұрған бала болғанда, соны көрген Құрманғазы. Енді ол кезде сана ашықтау болды ғой, кейінгі сияқты топас болмаған. Жоғарғы әлеммен шабыт бар да байланыс. Сонда мына баланда қабілет болған. Қанша тентектеу болған, бірақ тентек болса да Құрманғазы постоянно жетектеп үйреткен мына балаға күйлерін. Сөйтеді да үйретеді, бірақ біртүрлі қиқар, қисық бала болады. Ол кезде жаңағы бір адамнан шабытпен күй шығатын болса, бүкіл күйшілер қарап отырады екен да, сразу қағып алады екен, и сол күй ауыздан ауызға, қолдан қолға тарап кететін болған. Бізге солай жетті жаңа күйдің бәрі. Ақсақ кек, жаңағы балбырауын деген сияқты әлқисса күйлері. Әлқисса кейін шықты ғой дейм, әлқисса кейін шықты. Вообще бұрынғы күйлерді айтамын да.
сөйткен кезде жаңағы бүкіл күйшілер жиналады, и мына Құрманғазы менің шәкіртім деп мақтанып әке отырғызып қояды да, кәне енді жаңағы мен саған үйреткен күйді тарт дейді ғой. Сөйткен кезде бұл қиқар ана күйді өзгертіп быт қылып тартады. Неге өйтті білмеймін да енді. Сол кезде ана ойбай не істеді мына бала деп тұр да Құрманғазы. Ана күйді барлығы үйреніп алады да, содан тарап кетеді. Енді нақты қай күй екенін көрсетпеді. Сонда айтып тұр да, сен дейді өнерді жаңағы күй, домбыраның вибрациясы жерге жарық әкелетін, жоғарғы әлеммен байланысты күшейтетін құрал, жан жақты тазалайтын нәрсе. Ал сен сол өнерге кесіріңді тигіздің. Қазір сен өмірге специально келдің өнерлі болып, сол қатеңді жөндеу үшін. Қазір сенің көкейіңдегі бостық, сол өмірдегі карма, ана измеренияда тұр. Сол кезде сен мені ренжіткенсің, ана күйді қисық орындадың. Бүгін соны жауатын уақыт келді деді. Сөйтіп түсінді, енді басқа да сұрақтарына жауап алды, жаңағы кармасы, жеке өмірі деген сияқты. Негізгі бастысын айтып тұрмын да. Сөйтіп бұл кісіге жаңағы шабытын беріп, былай қисық тұрған өнер, мынау рух әлемі, мынау шабыт осылай қисық тұрды. Екеуінің арасында байланыс болмағаннан кейін, үзілгеннен кейін, өнер адамында депрессия болады. Қазір көп өнер адамы депрессияда жүр. Себебі мына нәзік әлеммен былай байланыс орнаған кезде былай шабыт келеді. Сенің дүниең бар ма, жоқ па, ақшаң бар ма, жоқ па. Главный мына ләззат, тірі өнер жоғарғы әлемнен келгенде сен бақыттысың, саған басқа ештеңе керек жоқ. Бұған дейін өнер адамдары былай тұр да, жоғарғы рух әлемі былай тұр. Екеуінің ортасында жаңағы бостық тұр. Осы бостық жайлап барлық өнер адамының мына жеріне кіріп жатыр қазір. Енді қатты іздену басталады. Пока мынау высший мен рух әлемімен былай бірікпей, ана бостық жұтып қояды. Вот осы нәрсені егер өнер адамдары болатын болса, көріп отырған, соны түсінсеңіздер екен деймін. Ешкімге айтудың қажеті жоқ, просто зерттеңіз, өзіңіздің кім екенін зерттеңіз. 2 жыл, 1 жыл көлемінде уже ақша, дүние, адамның жаңа дүние жинауы, ой, менің машинам мынандай, сенің коттеджің андай, қандай мебель алдың, жаңағы, мә, сенің сумкаң $2000, ойбай, сенің сумкаң 12 миллион деген нәрсе абсолютно қалып қояйын деп тұр. Бүкіл жаңағы брендтер бағытын өзгертеді. Осы нәрсені біліңіздер. Вообще материалдық дүниені просто біз пайдаланамыз. Ескі дәуірде біз дүниені жақсы көрдік, адамды пайдаландық. Жаңа дәуірде біз адамды жақсы көреміз, дүниені просто пайдаланамыз. Мынау стакан. Мен су ішу үшін бұл маған керек. Бұл миллион тұра ма, 100 теңге тұра ма, маған бәрібір. Маған ішіндегі су маңызды, қызмет етсе болды. Біз дүниеге осылай қараймыз. Бұған дейін бүйтіп келдік қой. Ана қазақылықты сақтаған Маңғыстаудың өзі. Тойларында, қазақша киінеміз дейді, бірақ камзолдың бағасымен жарысады. Тойда, құдалықта, ананың камзолы анандай бренд екен, мынандай миллионға алыпты, ананікі мынандай екен деп. Білем себебі, Ақтаудың адамдары бізден зат алғанда, 20 мың ба? Қой мен мынаны киіп жүрсем дейді да. Я думала 200 мың дейді. Мен айтам 200 мың алыңыз келсе алыңыз, пожалуйста. Сонда анау немен, дүниемен бір-бірімен бүйтіп тұр да, бақталасып шы. Соның бәрі қалады енді. Тойдың да бағыты өзгереді. Тойда ешкім кайф алмайды, сөздің шыны керек. Мен қазір тойға жібермейді өзі. И қызығушылығымды алып тастаған. Пока ана тойдың вибрациясы көтерілмей, ол жерде отырған адамдардың санасы көтерілмей, тойда ауырып қаласың деп сөйлейді. Өйткені той жасап жатқан адам да шаршайды, қашан бітеді деп, оны еще кредитке күшті қылып жасап отыр. Ел үшін, ет болмасын, анандай тамада болсын, ет болмасын, сен әншіні шақыршы деп жалпақтап жүреді. Оны кредитке әйтеуір алған. Той қашан бітеді деп шаршап тұрады. Мына жақта тойға барған адам уақытын не қылып отырады, білейін деп әкелген ақшасын міндет қылып отырады. Сол ақшасын хотя бы өтеу деп тамақтың жартысын салып алады. Вот сондай нәрсе. Сонша ақша келдім деп ана жерде сынап отырады. Бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, киім андай екен, бүйтіп қапты деп, андай әнші болмады, біздің тойда мынандай болған деген сияқты. Рас қой? Рас. Вообще жоғарғы әлемдегі тәлімгерлер айтады да, сендердің тойларыңнан жақсы энергия шықпайды, білесіңдер ма? Қап-қара энергия шығып жатады. Күшті болып ана жерде бақытты болып жүрген адамды көрмейміз дейді. Бір-бірін қинап жүрген біреу дейді. Не үшін той жасайсыңдар дейді ғой. Енді қазақтың той бітпесін дейді. Сендерде той бітеді демейміз, той болады, бағытын өзгертеді дейді. Адамдардың санасы есейгенде тойдың бағыты өзгереді. Ол жердегі чисто жаңағы дүниеге бүйтіп шашылу емес, шын көңіл, шын жүрекпен барамыз. Шын осындай прям жүрекпен тілек айтып, ана адамды шын қуанышын білдіріп, шын рахметін айтып, от души да,
сырттағы фантик емес, жылтырақ нәрсе емес. Өйткені уже фантиктен біз шаршадық бар ғой, сөзін шыны керек. Тұрып алақанды ұрып тұрып деген сөздер уже бесит меня бар ғой. И тамаданың да анау нелері вообще қызық емес, әзілдері. Өтірік әйтеуір күлесің. Бәріміз өтірік отырмыз шыны керек тойда. Неге бір-бірімізді зорлаймыз, түсінбеймін. Лучше бармаймын мен қазір, ақшасын Каспиге салып жіберемін. Бұл өзімше болғаным емес, сөзін шыны керек. Өйткені қазір айтып тұрмын ғой, адамның басты валютасы қазір сондай заман энергия. Сізге ұнамайтын өтірік күлген жерде энергияңыз, бензиннің бак бар ғой, сол сияқты түсе береді. Ұнады сізге, лучше келіп мынандай рухани кітап оқып, классикалық әуен тыңдасаңыз, сізге болай ол пайдалы нәрсе. Тағы бір кісі келді, қиын енді өмірі. Балалар көп, бірақ балалардың бәрі ауырып отыр қазір. В общем, балалар да ауырады, ата-енесімен тұрады. Ата-енесі де бесит мына келінді, жыны келеді прям. Содан агрессия, бұл агрессияға түскен кезде ана балалардың бәрі ауырады. Ұрып тастайды ана ата-енесіне, күйеуіне, бәріне жын ұстаған кезде. Уже өзімді контролировать ете алмаймын. Не могу дейді да мына қыз. Не істеймін енді деп келіп тұр. Денсаулығы да бітіп тұр, тамағы біткен, в общем, тырысып тұр да, бүйтсем жарылайын деп тұр. Ана балаларға обал болып кетті дейді да. Уже ашуымның кімнен аларын білмеймін, өзі ауырып жатқан баланы алып таршылдатып ұра беремін дейді. Келінім де меня бесит. Бірге тұрады да енді бәрі топырлап бір үйде. Сөйтіп, неге ондай деп қарасақ, орыс семьяны көрсетті. Сол орыс семьяда әкесі отыр, ішкіш. 21 бірдейсен көре бердік. Ішкіш әкесі отыр. Сол ішкіш орыс әкесі өзі қазіргі. 7 баласы бар екен. Ана 7 балаға көрсетпеген қорлығы жоқ. Ана балалардың тең жартысын ұрып инвалид қылып тастаған. Ішіп абырады. Әйтеуір 1-2 баласы қашып үлгерген. Кішкентай болса да, чем әкеден өлгенше қашқаның жақсы деп. Сондай тиран әке болған. Қазіргі күні ата-енесі және балалар, келіні, күйеуі, барлығы сол 7 бала өзінің семьясы болып келген. И ана бойында сол энергия әлі тұрда. Сол үшін бәрін бетіп бірге, бір семьяда, бір үйде ұстап отқандар. Сол карма үзілмей бір үйде тұру керек. Түсініп осыны, проживать етіп бір-бірін қабылдағанда, ана жерде басқа энергия кетеді да, әрқайсысы бөлек-бөлек үй алып кететінін көрсетті да. Сонда топырлап, 2 келін, 2 жаңағы күйеу бала бір үйде тұрамыз ғой, мысалы. Топырлап тұруымыз бекер емес. Жаңағы ата-енеміздің де қолымызда тұруы, біз де ата-енеден кете алмай, көп семьялы бар ғой, әулеттер. Оның барлығы бекер емес. Солай тұру керек болған. Кезінде өзі итін шығарған өмірін қорғалған жаңағы өзінің 7 баласы, қазір сол ата-енесі, күйеуі, сол келіні сондай болып келіп тұр. Түсіндіріп айтты. Ал бұның бойындағы агрессия, который жаңағы балаларды ұрып, прям неғыла беретіні, жаңағы өмірден тұр. Екіншіден мынандай не болған? Опять же, қасиетпен келген ғой, қасиеттің опытын алу үшін. Сөйтсе, бұл орманға барып үй салып алады рахаттанып. Сөйтетте бұлықтырады, жаңағы қателік жібереді ана кісі сияқты. Қасиетті жақсы жағына емес, магия жағына жұмсайды да, орманда бүйтіп орға асып қояды. Байқұс адамдар саңырауқұлақ теріп, бүйтіп қыдырып, сөйтіп жүргендер орға түсіп кетеді. Ұстап алады да, ана адамдарды өлтіріп, сүйектерінен магия жасайды ғой, неше түрлі нәрселер жасайды. И сол параллель әлемде әлі тұр, сабағы жабылмаған. Сол өмірінің агрессиясы қазіргі өмірге передаваться етіліп тұр да. Бауырларымен, әке-шешесімен нашар екен бұл кісі. Сол орманда орға түсіріп өлтірген адамдар қазір әке-шешесі бауырлары болып келіп тұр да. Соның барлығы бұл кісі енді кәрі рух, бірақ именно сол 2 өмірі қатты ұстап тұр. Ұстап тұрғаны үшін, жабу үшін сол 2 өміріндегі адамдар түгел отбасы болып келіп тұр ғой, 2 отбасы. Түсініп, қазір полный принятие болды бұл кісіде. Полный принятие болған кезде жаңағы кісілермен отношениясы да, барлығы да өзгеретінін айтты. Енді бір комментарийді қосып жіберейін, естіліп жатыр ма, естілмей жатыр ма. Көп, в общем, бұндай, полный мынандай не болды ғой. Қарасаңызшы, адамдардың тағдырлары жазылған. И то 20 күндегі. Прям кәдімгідей не. Әр адам бір кітапта, кәдімгідей ше. Естіліп тұр. Бокалыңыз жаман кішкентай екен дейді. Білмеймін, ол бокал
кішкентай ішінде су болса ол. Енді портал. Портал. В общем, біздің қасымызда жүретін адамдар да бекер емес. Мен осы ізденіс жолында жүрген кезде, жаңа менде көкейімде пустота болды ғой, ана пустота мені жеп қойып жатады, сөзін шыны керек. Осы соңғы 4 жыл көлемінде әсіресе. Есептеп қарасам, мынау КТК-дан кеткелі мені оңаша ұстаған екен. Мен өзімді кішкене біртүрлімін деп ойлайтым. Қоғамнан шеттетіліп қалған себебі адамдармен араласа алмаймын, білмеймін. Достарым да санаулы, 2-3 сондай. Бірақ өзім жүретім постоянно. Бизнеста, машинада өзім жүрем, бизнеста өзім жүрем, үйге келем, жалғыз өзім. Бұл бізде 2016 жылдан бері мен, оказывается, дайындаған екен. Сол оңаша жүру арқылы мен кітаптарды тыңдайтынмын. Енді мен деп сөйлеуім дұрыс емес шығар, біз деп айтайық. Түсінбейтім басында, не ол деп. Сөйтіп тәрбиелеген екен. Соңғы 4 жылда вообще мына көкейдегі пустота адамды жеп қояды екен. Ең жаман нәрсе. Дүниең жоқ, ақшаң жоқ, қарызға кіріп, ізденіп үйіп жүрсең бір жөн әйтеуір сылтау. Когда сенде бар боп, мына көкейдегі жеп қояды ғой, вот соның дыраның ішіне түсіп кету, ол ең жаман нәрсе. Сол кездерде менің алдыма қандай кітап түсті, жұта бердім, ана дыраны толтыру үшін. Білесіздер, мен қазақтың салт дәстүрін оқыдым, сосын пайғамбарлар өмірі өте өзіме жақын болды, қисса жақын болды, мәнін алдым. Себебі соны оқып жүріп, мен Құранды оқыдым, оны айттым, логотерапияны, салт дәстүрді барлығын оқыдым. Сол кезде танысқан қыздар бар, келіншектер. Кейін енді логотерапияны оқып түсінгеннен кейін ар жағында тағы да бірдеңе жетпейді, тағы бір тау тұрған сияқты деп, осы регрессологияны оқыдым да, сол арқылы жоғарғы әлеммен уже байланыс орнады. Менің санам көтерген кезде толық орнады. Кейін қазір уже регрессология емес, біз уже жаңа дәуірдің жаңа құралы ретінде қызмет етіп жатырмыз. Логотерапияда жүргенде бір қасында таныс қыз болатын, келіншек. Екеуміздің отношениямыз өте жақсы. Енді көп араласпасақ та, былай біртүрлі бір-бірімізді тартып тұрамыз да. Сөйтіп, ол кісі былтыр мен регрессологияны оқып жүргенде терапияға келді. Терапияны мен жасадым. Сол кезде басқа планетаны көрсетті. Бұл кісінің частичкасын. Ана планетада не тұрды? Не планета деп едім? Ана мен бізде баланың махаббаты. Осы жерде біз өмір кешеміз, жерге жаңа махаббат беріп тұрамыз. Және мына кісінің частичкасы осы жерде қызмет етеді деп көрсеткен. Арада 1 жыл өтті. Өткен жол келем деген бұл кісі. Өзі 2 адам. Бірақ ол кезде жоқ, записпен келсін деп айтты. Сөйтіп, бүгінгі күні келді. Келіп, не қылдық, сканер жасадық. Бұл кісі менің көп өмірімде жаңағы егізім болып келген. Сондықтан бір-бірімізді түсініп тұрады екенбіз. Айтпағым, бұл кісінің частичкасы жаңағы G мама деген планетадан екен. Аватарлар бар ғой, солардың андай розовый түрлері өте әдемі, сүйкімді. И айтып тұрғандай G мама деген бұлардың өзінің измерениясы болады екен, өзінің планетасы болады екен. И планетасы, айтайын ба, жерге қандай қызмет етіп тұр. Аватар киносын көрдіңіздер ғой, тура сол сияқты планеталар бар да. И ана планеталарында біткен аватарда қараңғы уақытта біткен ағаштарды көрсетеді ғой, бітіп тамыр болып, әрқайсында бітіп жанып тұрады да, ана тамырдан біткен бір жазулар, сондайларша. И бұлардың планетасында бітіп біздің нелеріміз бар ғой, бүкіл циклдарымыз бар ғой, жерге келіп кетіп жүрген. Солар қадағалап тұрады екен адамдардың тағдырын. Мына өмір деп, бүлінбес үшін реттілікті бітіп сақтап тұратын планета екен. Жердегі адамдардың өмірін, циклын қадағалап тұрады. И білесіздер, жерде не болып жатыр? Ұқсастық заңы бар ғой ғаламның. Жерде қандай өзгерістер болып жатыр? Ол сіздің де ішіңізде болып жатыр. Галактикада болып жатыр, бүкіл планетада параллель бәрінде болып жатыр. И бірде бұлардың планетасына шабуылдар жасайды. Рептилдер мен ориондықтар. Олар басқа көрші қару-жарақ шығаратын планетадан. Сөйтекте адамдардың жаңағы тізіліп тұрған, бұлар бағып тұрған жердегі өмірлерінің бүйтіп жазылып жатқан циклдар бар емес пе?
соларды кеп қиратады, бұларға шабуыл жасайды, адамдардың тағдырын сол жерден уже өзгеру басталады. Біздің жаңағы бойымызда агрессия оянып, жаңағыдай қара магияға кетіп қалып, бір-бірімізді өлтіріп, адамның өмірінің құны кетіп қалғаны, топас болып қалу содан басталған жерде біз жүрміз, бір-бірімізбен соғысып, жаңағы ақша үшін, дүние үшін, жер үшін, дін үшін соғысып жүрміз. Ана өлшемде, ана планетада осы G-маманың расаларымен рептильный ориондықтардың арасында соғыс жүріп жатады. Қазір сол реттілікті сақтайтын уақыт келген екен, қайтадан жөндеп жатыр біздің өмірімізді. И бұлардың жөндеп жатқаны қазір сіздердің карманы өтеп жатқандарыңыз солай әсерін беруде. Бүгін сол екі кісі жаңа қасымда жүрген логотерапияда частичкалары сол G-мама планетасынан екен. Бүгінгі порталмен дейді 24.02.2024 бізге портал ашылды дейді. Жерге біз 10 мыңы түскен. Сөйтеді екен да, мынау не істейді екен? Адамның шашына бар ғой, шашына ілігіп алады екен да, сол арқылы жұмыс істейді екен адамдармен. Өте көп біздің арамызда жүреді. Бұлар больше жаңағы адамның махаббатын ашады екен. Адамдардың арасында бір-біріне, бала мен ананың арасында қандай махаббат бар? Мысалы, сен балаңды толық принятие ғой, сізді толық қабылдайсыз ғой жүрегіңізде. Баланы қалай жақсы көресіз? Уже адамдардың барлығын солай жақсы көретін қабілетті, сондай қасиетті, сондай энергияны ояту үшін түскен. Портал негізі осылар үшін екен. Розовый өздері әдемі, кәдімгі Аватар киносындағы, бірақ розовый екен түстері. Екеу жаңағы екіншісі, қазір айтамын. Екіншісі жаңағы мынау несінен шығады екен. Мына кісінің денесі арқылы бу болып шығады екен. Мысалы, жазда ыстық кезде кафелердің сыртында күшті болып бу болып тұрады ғой, сушы. Біткен кезде бір рахаттанып қаласың ғой. Мына кісілер екеуі портал болып тұр. Жаңағы біреуінің шашынан шығады. Олар жаңағы адамдардың аналардың махаббатын жан-жаққа қабылдау, соны ашады. Екінші кісінің келгені, ол сол тоже G-мама планетасынан бүкіл клеткалардан бағанағы бу сияқты болып фиолетовый энергия кәдімгідей айналаға шығып тұрады екен. Яғни бұрынғыдай баланы жаңағы ұрып тастап, анасы кейін өкініп отырады ғой, білейін, бекер ұрдым деп. Баланы ұру, баланы сату, жаңағы баланы тастап кету, балаға деген қатыгездікті жалпы енді осымен мүлдем тыйылады деп тұр. Сол үшін келген расалар ғой, общем. Бүгін портал арқылы солар түсті. G-мама деп аталады екен. Қысқасы осы, барынша енді ақпараттарды жеңіл, сіздер қабылдайтындай, түсіне алатындай жеткіздім. Даусым менің өзгеріп тұрса, қай сөзде өзгерді, соған мән бересіздер, жақсы ма? Әйелдің жылап бала көтер алмай жүруі неден дейді. Енді ол әркімде әртүрлі, конечно. Ол мысалы бір кісі келді, андай уже бір жыл болды, тоқтамай жылайды екен да. Сөйлеп отырып жылап отырады, тоқтамайды. Соны күйеу айтады екен, сен кішкене не қылсай, бір күн жылаймын, екінші күн кішкене график қойсай дейді екен да, 24 сағат жылай бересің деп. Қарасақ неге жылай береді деп, андай не болған, наложницаларды қинаған. Енді Сұлтан Сүлейман сарайы болмаса да, сондай бір көрші сарайларда наложницаларды ұстаған ғой. Солардың бастығы болғанда бүкіл наложницаның білген істейді екен, тырнақтарына ине тығады, үстеріне ыстық су шашады, күйдіріп тастайды, шашын қиып тастайды, андай иттерін шығарған ғой, әбден күн көрсетпейші, солардың бастығы болған. И наложницалар түнде жылайды екен бәрі, өздері байқұс елден не қылып отыр, бір елді басып алып, ана қыздарын сөйтіп күңдікте ұстайды ғой, наложница дейді. Өздері елін сағынып жүр, еще мынаның тепкісінен өте қиналып сөйтіп жылаған екен. Ал қазір екі әлем біріккелі сол қыздардың жылаған эмоциясын мына кісі проживать етіп жатыр да, күн түн демей жаңағы жылап жүргені сол да. Яғни айтып тұрмын ғой, мақшар сәті барлық адам істегенін қазір өтеп жатыр, прям точкасына дейін.
Одан кейін бала көтере алмай жүр екен бұл кісі. Неге көтере алмайды десек, алдыңғы бір өмірінде жүкті болып қалған. Оны әкесі естейді да, бұның неге позор, сен позорсың дейді да, тепкілеп тастайды мынау ішінен, маткасынан. Сонда ана бала түсіп қалады да, бұл инвалид болып қалады. Жылап өзін қарғайды, өйткені құрсын, неге мен бала көтердім, Құдай неге бердің маған, бала енді берме маған деп жылайды да. Сол өмірден кейін, одан кейін келеді жаңағы наложница болып келетін кез. Ол кезде де баласы болмайды. Қазіргі уақытта тоже баласы жоқ. Осыны түсініп, жылап, жаңағы полный проживать еткен кезде екі бала көрініп тұр, бұйырса келеміз деп жаңағы дайындалып жатыр. Сосын сол кезде тепкілеп жаңағы инвалид қып баласын түсірген адам қазіргі күні күйеу екен. Екеуі контракт жасаған. Мен сені мәпелеп алақанымда ұстаймын, қалай болса да жаңағы баланы өмірге алып келеміз, осыны түсінеміз деп келген екен контракт бойынша. Соны түсініп сөйтіп кетті. Тағы бір әйел келген, алдында бала көтере алмаған. 10 жыл бойы көтермеген. Сөйтіп қарасақ, тиран әке болған, 3 баланы кәдімгі допша тепкілеп быт-шыт қылып тастап жатқанын көрсеткен. Әйелі қарғап жатыр. Ұрпақсыз өт, оңбаған, көктемегір, көріңде өкіргір, жаңағы сөйтіп қиналып, 3 баланы әбден ұрып быт-шытын қан жоса қылып тастайды екен. Сол кезде әйелі жылап отыр, ұлдарын құшақтап бұны қарғайды екен. Сол қарғысы өтіп кеткен. Бұл сол әйтеуір қиналып өледі, әйтеуір бірдеңе қылып. Сөйткен кезде сол қарғыс әлі тұрда, жібермей, маткасында, прям сферасында қап-қара болып тұр, эфирлі денесінде. Сол бала көтертпей тұр. Сол карман өткізді. Неге ондай тиран әке болып келді деп ар жағында кітабын ақтарасың ғой, неге ол ондай тиран болды деп қарасақ, оның алдындағы өмірде өзінің әкесі тиран болған, ұрған баланы, бұл бала жылап, сонымен Құдай, өтініш менің сезімімді алып тасташы, өтініш сезімімді алып тасташы деген. Екінші өмірде келгенде уже суицид жасайды сөйтіп. Екінші өмірге келгенде сезімсіз келеді біріншіден, екіншіден әкесінің өзіне жасағанды мына балаларына жасайды. Андай өкініш, аяу деген сезім болмайды. Неге бұны үйтті деп, оның алдындағы өмірін қарасақ, тереңдей береді ғой сіздердің кітаптарыңыз. Иса пайғамбар жерге түспей тұрған кез, адамдар сәпсем ужас екен енді ол кезде. Вообще, адамның құны жоқ, кетіп бара жатқан кезде пышақтап кетеді, в общем, білгендерін істеген ғой. Сол үшін ғой жаңағы құтқарушы деп айтатын екінші аты Исаның. Бұл әйел жүгіріп келе жатады, сол өмірде 2000 жыл бұрын ғой сонда. Қолында кішкентай айлық баласы бар, алдынан жаңағы әскер сияқты шығады да, үстіп қарап тұрады да, бұны шекесінен бір ұратты, қолындағы баланы бүйтіп тартып алады да, ана баланың жүрегіне қанжар қадап, бүйтіп лақтыра салады. Мына әйел ана баланы ұстап, жылап, қашады. Себебі уже баланың өліп қалғанын қабылдап тұр. Екінші баласы үңгірге тығып қойған бір 4 жасар қыз бар екен. Соны ойлап тұр. Сол тірі қалса екен хотя бы деп жүгіріп барса, үңгірде ана қызды басынан таспен ұрып өлтіріп тастаған тоже. Сол жерде еңірейді, опять сұрайды: Құдай, сезімді менен алып тасташы, сезімді алып тасташы. Бүйткен балалы болғаны құрсын, бүйткен ана болғаны құрсын, мен енді қалай өмір сүремін деп сол жерде, в общем, алжып жынданып өледі. Келесі өмірде біздің өзімізді қарғауымыз, сертіміз тұра береді екен да, сол бойынша келе береді екенсіздер. Жаңағы нәрсенің Иса келмей тұрғандағы өмірден алып қазір сол кешірімін сұратып, айтқан сөзін қайтартып, құрсын, энергияның бәрін бүйткізіп жұмыс істеген кезде полный денесі тазарып, бүкіл 7 денесіне энергия кетті. Сол кезде өлген жаңағы 2 кішкентай баланың рухы уже дайындалып жатыр ғой, мына кісіге келеміз деп. Бұйырса қайтадан көрсеміз деп. Вот сондай да нәрселер болып жатыр. Өте керемет, адам қиналып кіреді, бірақ еңсесін көтеріп уже мен тірімін деп шығады ғой, ана жерде кәдімгідей қуанып қаласың. Жаңа дәуірдің валютасы ол энергия, және жаңа дәуірде әр адамның басты байлығы өз екенін түсінеді. Әр адам өзін зерттей бастайды. Кіммін мен деп біз бұған дейін сұраған жоқпыз ғой. Оказывается, бүкіл галактика, бүкіл космос, бүкіл тарих, бүкіл ақиқат сіздің ДНК-ңызда, сіздің ішіңізде екен. Вот осы нәрсені біліңіздер. Джи мама, солай. Сіз бокалды әлі түсі.
Қандай керемет уақыт басталды дейді. Иә, өмір енді басталды. Біз бұл ғаламда бірінші рет екі дәуірдің несіміз, куәгеріміз. Біздің өміріміз осыған дейінгі до болып бөлінеді. Ескі дәуірді полный көріп шықтық. Енді осы білімімізбен, осы көргенімізбен жаңа дәуірге физикалық денеде өтетін ең алғашқы раса болып тұрмыз. Және бұл 13-ші раса, айтып жүрген жаңағы Плеяды, Сириус, солардың ең биік шыңына шығайын деп тұр. Адам деген жаңағы жаратушының жақсы көретін бірінші орынбасары, бірінші халифасы деп айтушы едік қой. Вот сол деңгейге жетейін деп тұрмыз. Енді бір нәрсені көрсете салайын, қараңыз. Енді сіздің историяңыз бар ғой. Мынандай да, қазір сіз мына точка болып тұрсыз, и бұл точкада уже түсініп, сізде қабылдау басталды, принятие басталды жаңа дәуірге. Сіз жайлап уже неден санасы ашылған, жоғарғы әлеммен, рухымен біріккен адамдарда, X проекттен өткен адамдарда сәл-сәл не болып жатыр, шайқалу болып жатыр. Енді қиын ғой, өзің сценарийіңді өзің құру. Бұрын дайын матрицада шақылап жүрдік. Толық оны қабылдау болған кезде, айтайын ба, не болады? Сіз мына уақыттың шеңберімен бүйтіп жүресіз де, воронка сияқты. Уақыттың ішіндегі уақытта жүресіз де, не істейсіз? Бүкіл тарихты өзгерте алатын дәрежеге жетесіз. Жаңа дәуірде уақыт ішіндегі уақытта жүреміз деген осы. Мына жақта Шыңғыс ханның тарихын көре аламыз, мына жақта Кенесарыныкін көре аламыз, мына Иса пайғамбардікі, Мұхаммед пайғамбардың кезіндегі уақыт қойта аламыз. Мына жерде жаңағы Афродита, Зевс, Уран, Гая сияқты планеталардың историясы тұр ғой, полубогилар. Атлантида, Лемурия тұр. Осының барлығына өтіп, ең қызығы өзгерте аламыз.